Қазақта сөз бар ғой, жиеннің сұрағанын бер деген. Мен ойлаушы едім, неге жиен сұрағанын алады деп. Жиеннің сұрағанын беруіміз керек екен. Жиеннің сұрағанын берсек, шешесі қуанады екен. Ал шешесі келіп, төркінге қуанып кетсе, сол Алланың нұры жауады екен. Біздер қалай? Қазақта сөз бар ғой бұрыннан келатқан. Қызды төрге шығар, қыз жыламасын, қызға құрмет көрсет, қызы бардың бағы бар дейді. Сол себептен сіздер білесіздер ма? Қыз төркіндеу керек деген сөз бар екен. Мысалы, семьяда 5 ұл, 5 қыз болатын болса, енді біздің кезімізде ғой енді, қыздарымыз, әпкелеріміз тұрмысқа шығып, немере сүйіп жатқан кезде, әр інісінің үйіне, ағасының үйіне төркіндеп бару керек екен. Ол қазақта төркіндеу дейді екен. Сонда бұл қазақтың бұрыннан келетқан салты. Қазір білмейді қазақ төркіндеу керек деген екен. Сол себептен төркіндеу керек екен. Мынау мен тұрмысқа шықтым, бір әулетті көгерттім, өсірдім, өндірдім. Енді мен бауырларым үйіне барып қыдыруым керек деп, сол үйіне барып, өзінің төркінде жатқандай болып, әр бауырының үйінде өзінің бір рахатқа бөлену керек. Ал сол шақырған үй әпкесіне, қарындасына төркіндеген үшін сый жасайды екен. Соны жаңғыртайықшы, қадірлі, құрметті қазағым.